Мен осылай бүгін үйдемін, құдай қаласа былай еш жаққа шықпаймын. Балалар да үйде. Үйде болған кезде осылай тиісе беремін ғой бәріне. Көрпішелер далаға жайып жатырмын. Күн шықса екен деп тұрмын енді. Күн жаймен кіріп кетеді, қайтадан шығады. Жайып тұра берсін, тазаға жатады көрпішелер. Біздің кішкентай талдарымыз тіпай өсіп жатыр. Ондай кіттей болып шығып жатыр. Қазір тағы да су құю керек. Мынау өспей ма деп қорқып едік. Қайта шығып жатыр екен жаймен. Сосын күзден мені қырқып тастау керек, келесі күзде. Дейді папа десей, көктемде. Міне, тіршілік кішкене талпынып жатыр өмір сүруге. Кішкентай болып шығып жатыр. Шықпай ма деп қорқып едік, иә? Иә. Қазір Әлихан су құяды бұларға. Бірақ біз әлі таңғасымызды ішкен жоқпыз. Сүтке салатын жоқ. Сәлем, біздің үйдің бала-шағасы демалыс деп ерте тұрып алды. Демалыс болса ерте тұрып алатын әдеттері. Барлық бала сондай шығар. Сіздер де сондайсыздар ма, үйде ерте тұрып аласыздар. Таңғаста мен де кофе, ештеңке жемейміз деді, дастарханға еш нәрсе алған жоқпыз, қойған жоқпыз. Тек қана сүт жылтып берсең болды деп осындай атнет, хлопья ма, жастықша жеп жатыр. Үшім домалағын тауысты жаңа домалағын тауысып қойды, сөйтіп осындай жастық саны салып алып үшеуі жеп отыр. Ас болсын қыздар, балдар, бала-шаға. Бізде уборка басталып отыр. Я қоя сал, Әлихан. Қыздар шкафтарын, сумкілерін тазалап отыр. Аяқ уш сумкісіндегі бүкіл заттарды осылай алып тастады. Анеля тоже алып тастады, далаға қағуға кетті. Анеля ішінің бәрін қағып келеді. Қиқымдар бар ма ішінде, мусорлар бар ма, соларды қағады. И аяқ уштың сумкісінен шыққан заттар. Керек заттарда, керек емес заттарда жүреді аяқ уштың сумкісінде. Лактың не қажеті бар? Мынау лак па? Мысалы деймін да, аяқ уштың сумкісінде лак жүр, не қажеті бар оның? Деймін ғой мен. Өзіне айта алмаймын, бірақ қорқамыз одан біз. Мен қыздар өздерінің шкафтан реттейді. Ал мен кухняны жинастыруға кірісейін бірінші. Қыз деген осы, шүкір. Қыз деген ана деп қана. Мамасына көмекші. Екеуі де жайып жатыр. Мамасы шай жинап. Мен бөпе қарап отырмын. Анеля. Мамасы шай жинаймын деп WhatsApp-пен сөйлесіп кетті. 10 сағат телефонды ұстасаң осы. Қыздарым кір жайып тастапты уже. Мен бөпе қарап отырмын. Бізде уборка басталып кетті. Кірлер жуылып жатыр. Анеля да маған көмектесіп жатыр. И біз бір-бірімізге, Анелек неше? 1 сағат па? 1 сағат жинауынан андай жарты сағат анау орнына қоятын заттарды уақыт бердік та. Сонымен тез шуылдатып жатырмыз. Үлгеріп 1 сағат. Бізде уборка полный ходым болып жатыр ғой. Ешкім ойнап жүрген, мына баладан басқа. Әлиханға да жұмыс тауып беру керек. Аяқ уш деген қол жететін жерлеріне шаңын сүртіп жатыр. Ангелек не істеп жатыр? Анеля пол жуып жатыр, е? Бәріміз бірге жұмыс жасап. Мына торғайға қарап тұрып бәріміз. Қасына бар тірексек ұшып кетсе еді. Анелюктің жұмысы талдарға су құйып жатыр осылай. Суды далаға шығарайық десек, шлангыны андай жалғай алмай қалдым мен. Сөйме осылай шелекпен тасып құйып жатыр. Терегіміз күшті осы жатыр ма, көрсете? Көрсеттім. Теректен 1-2 жапырақ шығып еді, соға мәз біз. Күнде осылай қарап отырамыз. Өсіп жатыр, е? Шығып жатыр. Ішін кешке қарай бітіп тазалап жіберу керек. Мусорлар желмен ұшып барған ғой. Давай, молодец. Бізде прогулка. Жаймен жаңбыр жауып тұр, жаңа құйып жатыр. Туф, Анелек не деп жатсың? Миды ашып жібереді нағыз.
күшті болып жаңбыр енді сіркіреп жатыр міне жаймен күшті болып құйып жатқан. Біздің үйдің настроениесі. Аякош ұялып жүреді Анеліктен. Позор шығармай ары жүрші тәтсе деп ше. Бір өзі жүреді әне. Тұр өзі. Ол үйдің спокойный қызы. Анелік ше жүрген жерде. Ау жалығым. Ой, жанып жүреді. Анелік жүрген жерде билеп, өлең айтып, қуанып жүреді ғой. Соған Аякош айтады. Позорды шығармай ары жүрші тәтсе. Жүрсің қара. Әжесі екеуі бір фабрика. Міне, енді жауып жатыр жаңбыр, қараңыздар. Жаңбырдың астында қалып қоймайық, біз машинаны жақта. Анеля. Жаңбырдың астында қалмаймыз ше. Қалып жатыр қуыжың жаңбырдың астында. Аяғымызда шлепка. Жел болып жатыр. Қойған жаңбыр болса көл алып кететін еді ғой, құдай сақтасын. Ал давай, келіңіздер, осылайынан ұстап тұрамыз. Мен инстаграмға осылай сурет түсірем. Сіздер Гуми Қадырбек деген инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Мен сияқты жүргізіп жатырмын. Жүме әлі. Видеоға қазір түсірем. Түсіріп болайын видеоны, сосын фотоға түсірем. Ал, давай. Аякош коктейль ішпейді біздің. Ішпеймін дейді. Анелікті қараңыздар, қалай ішіп жатқанын. Коктейль жақсы көретін қыз. Осылайынан ішіп жатыр ғой. Братыр, мына концерт болып жатыр. Қоймайды бұл. Әт қойсай, мына жұрттан ят қой. Ел жұрттан ұялмайтын ағыз. Анеля өзіне шашы таралмаған мамасы енді жасап береді. Прическаны сабаққа дайын. Өзіне осылай нутелладан бананнан бутерброд жасап жатыр. Жақсы көресің өсінше енді. Тәтті ма? Мына жақта какаосы дайын тұр. Ойбай, онан қайтып жейсің. Үйге өстенің ба еще? Молодец. Сөйтіп мамаға жұмыс дайындап бердім десе, мына жерімден шашы. Тездет шашын жинап берейін сосын. Аякоштың шашын жинап қойды ғой. Сен какао дайындап жатсың ба? Молодец, біреу какао дайындап жатыр, біреуі бутерброд дайындап жатыр. Мамасы просто телефонға түсіріп жүр. Тездетеміз қыздар еке. Сағат деген 7-тен 20-ден деп жатыр. Давай, сенің прическаң жасаған жоқ. Қалай қотталатын көресің ме? Көрейінші, көре салайыншы папаңда қоймай жатыр. Мен Алихан екеуміз үйдеміз, влогты монтаждап жатырмын. Монтаждап болдым, кішкене ғана влог шығыпты. Сонымен влогты аяқтайым. Кеше жаңбыр жауған терезелерді сүртуім керек. Қазір терезеден кішкене бүлінген. Айғыз болып тұр жаңбыр жауғаннан кейін. Еще мына жер кішкентай ғана осы жерді жинаймын. Так, машина все жұмысын аяқтады. Содан кейін обедке кірсем да уже қыздар сабақтан келеді дегендей. Сөйтіп келесі влогты бастаймын. Келесі влогтарда кездескенше сау болыңыздар.